Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге күнделікті дайындалатын сорпа дайындайтын боламыз. Бұл өте қарапайым, көп ештеңені қажет етпейді. Егер рецепттер ұнап жатса, менің арнамдағы маған тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен етімізді салып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін оның бетінде көбіктерін алып тастаймыз. Оған салатын көкөністерді мен алдын ала дайындап қойдым. 2 картоп үлкен. Енді астын бұқтырып жай қоямыз, жай отқа. Енді бөлек ыдысымызға 3 ас қасық сұйық май құямыз, үстінен 1 жуа. Онан кейін бір сәбізімізді осылай үккіштен өткізіп саламыз. Және оны қуырып аламыз. Үстінен 1 ас қасық томат салып, оны сорпамыздың үстіне қосамыз. Етімізді шығарып алып тураймыз. Кейін жай отқа тағы да етімізді салып, жарты сағатқа қайнатамыз. Қайнап болғаннан кейін үстінен дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Менде тұздалған ет болғандықтан тұзды көп салмадым, жарты ас қасық салдым. Аскөктерімізді саламыз. Міне жарты ас қасық тұзымды, 1 шай қасық қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстінен мен ракушки сала салдым, макарон салдым. Бізде балалар осылай жақсы көреді. Дайындап көріңіздер. Ас болсын.